Сәлем достар, біз бүгін шампиньоны және де жареный брынзамен өте дәмді қуырылған салат жасайтын боламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ең бірінші осындай брынзаны алып, қатты майдаламай орташа көлемде 4 бұрышты қылып турап алатын боламыз. Кейіннен шампиньоны 6 штук ашып аламыз осылайынан. Және де бір чеснок. Кейін майымыз міндетті түрде қатты қызуы керек. Осылайынан брынзамызды қуырып аламыз. Брынзаны кукурузный крахмалға аунатып та қуырсаңыздар болады. Кейіннен шампиньоныды турап алатын боламыз, көлемін видеодағыдай. Оны да сары түс болғанға дейін қуырып алатын боламыз. Примерно орташа отта 10 минуттай. Кейіннен кинза бір пучок және де помидор черри барлығын тураймыз және де салатымызды жинайтын боламыз. Бірінші брынза, чеснок, шампиньоны барлығын жинаймыз және де өздеріңізге қарай қасықпен оливковое масло құятын боласыздар және дәміне қарай тұз салып барлығын араластыратын боласыздар. Чеснок осы рецептпен жасаңыздар, өте дәмді болып шығады. Менің арнамда басқа да салаттардың, выпечкалардың, ыстық тамақтардың видеолары бар. Көрсеңіздер болады. Каналға тіркеліп, лайк басып, видеоға комментария жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.